Ассалаумағалейкум. Бізге Асқар есімді кісі келіп тұр емге. Бауырлар. Өзі қырғыз кісі, қырғыз жігіт. Кеше емді көрген, сразу ем керек деп Қырғызстаннан, Бішкектен келіп отыр. Мен таң қалдым. Жолда машинасы тұрып қалған еркеді, еще ұстаға тастап кетіп, сонда да по пути келіп емді алып, енді қайтам деп жатыр. Біз енді өзіміз бүгін қонақта болыңыз, орын жай біздерде қоныңыз, ертең азанда аспай шығасыз. Сондай. Мына бауырлар мен алып кетіп отырмын. Қазақстандағылар енді білмеймін. Қырғызстаннан ерінге келіп алып кетіп жатқандардың алдында айта алмаймын. Сондықтан ем болсын, ем болсын, Қырғызстаннан да іздеп келіп негізі бір өзіңіз емес, бұлан да бар, Кореядан бар, Қырғызстаннан, Қытайдан алдырған. Басынан енді Кореяда қазақтар, Қытайдағы қазақтар алдырады, Өзбекстаннан өзбектер алып жатыр, проблема жоқ. Бірақ сіз сияқты өзі келіп, арнайы келіп алып кетіп, осыған бола келіп алып кетіп жатқанда. Жоқ, кейбір клиенттер енді сенім артқан соң, болды, сал жерге сал деп ақшасын алады да, сал жүре береді, бірақ ерінбей өзі келіп жатқан адамдар өте аз. Міне қазір Шымкентте тұрмыз, мынау Шымкентский акиматтың алды, осы жерге акиматтың алдына келсін. Қазір келдім ғой мен, қазір жетпеймін. Жақсы, ем болсын, самогонына. Жақсы.